депутаттар. Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы Жетісу облысы бойынша филиалының директоры Жайық Тазабекұлы. Қайырлы күн, қош келдіңіз. Ақпаратпен бөлісу үшін сөз сіздің өзіңізде. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Қазақстан Республикасы Президент жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының 2026-2027 оқу жылына құжат қабылдау науқаны басталды. Бүгінгі тікелей эфирде барысында сіздерге оқуға қабылдау ережелері туралы және биылғы жаңашылдықтар, жақсы жаңалықтармен жайында ақпарат беретін боламын. Академияда магистратура және докторантура бағдарламалары бойынша оқуға құжат қабылдау admission.aka.kz ақпараттық жүйесі арқылы жүзеге асырылады. Биыл үміткерлер 1 сәуірден бастап 1 маусымға дейін тіркеліп өтініш бере алады. Яғни құжат қабылдау процесі 2 айға жүзеге асырылады. Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша магистратураға 200-ге жуық грант, докторантураға 12 грант бөлінді. Яғни магистратураға бұрын тек 120 грант болса, биыл едәуір өскендігін байқасаңыздар болады. Сондай-ақ үміткерлердің функционалдық еңбек өтілін анықтау бойынша арнайы комиссия құрылады. Биылғы жаңа оқу жылына 2 жаңа оқу бағдарламасы қосылды. Бұрын соңғы 12 оқу бағдарламасы болған, енді қандай 2 қосылып, яғни 14 білім беру бағдарламасы бойынша іске асырылатын болады. Оларға атап өтетін болсам, жаңалар іскерлік әкімшілендіру, 1 жылдық модульдік магистратуралық білім беру бағдарламасы және докторантураға 1 білім беру бағдарламасы қосылды. Бұл цифрлық мемлекеттік басқару білім беру бағдарламасы. Білім беру бағдарламалары бойынша өзгерістерге тоқталайын. Жекелеген білім беру бағдарламаларын ғылыми-педагогикалық бағытқа ауыстыруға байланысты мемлекеттік саясат, халықаралық қатынастар, экономика бағдарламаларын оқу мерзімі 1,5 жылдан 2 жылға дейін ұзартылды. Сонымен қатар, 2 білім беру бағдарламасының оқу мерзімі 1 жылдан 1,5 жылға дейін ұлғайтылды. Олар біріншіден өңірлік даму, екінші білім беру бағдарламасы, адами ресурстарды басқару білім беру бағдарламасы, адами ресурстарды стратегиялық басқару бағдарламасы болып өзгертілді. Және оқу мерзімі жоғарыда айтқандай 1 жылдан 1,5 жылға өзгертілді. Және қосымша тағы да жаңашылдықтың бірі мемлекеттік саясат білім беру бағдарламасында түсушілер үшін ағылшын тілін меңгергенін растайтын сертификаттың болуы міндетті талап ретінде енгізілді.